Сәлем қыздар, оңай жасалатын печеньенің рецептімен бөлісемін. Алдымен видеоны міндетті түрде ақырына дейін көріп алыңыздар, сосын жасап көрсеңіздер болады. Қыздар, алдымен крошканы жасап аламыз. Майды, қантты, ұнды барлығын қосып, ыдысымызға салып, қолымызбен езіп, жақсылап араластырамыз. Крошкамызды дайындап аламыз. Неке қыздар, осылай қолмен араластырасыздар, осындай майда крошка дайын болу керек. Енді қыздар, осындай магазиннің слоеный тестасын алып, оны шығарып қойып, морозиліктен шамалы жұмсартамыз. Жұмсарған қамырымызды осылай оқтаумен барлық жерін теп-тегіс қылып, үлкейтіп жайып аламыз. Енді осы жайылған қамырымыздың үстіне қыздар жұмыртқаның ағын барлық жеріне тегістеп жағамыз. Енді осы қамырымыздың үстіне жаңағы жасап алған крошкамызды сеуіп шығамыз. Осылай барлық жеріне теп-тегіс қылып жеткізіп сеуіп аламыз. Енді дайын болған қамырымызды рулет тәріздес өстіп орап шығамыз. Үстінен басып-басып осылай ораймыз барлығын. Қыздар, енді осы оралған рулетімізді осылай оқтаумен үстінен жаймен басып ұзартамыз. Оның үстіне өстіп жұмыртқаның сарысын теп-тегіс қылып барлық жеріне жеткізіп жағып аламыз. Осылай жағамыз барлық жеріне. Барлық жеріне жұмыртқаны жаққаннан кейін мен үстін осылай вилканың көмегімен жай сызықтар түсіріп әсемдедім. Ол міндетті емес, әркім өз қалауынша жасасаңыздар болады. Қыздар, біздер пока печеньемізді дайындап жатқан кезде газды 180 градусқа қойып қыздырып қоямыз. Енді осылай барлық рулетімізді осылай кусоктарға бөліп аламыз. Қыздар, негізінде не пісірсек те газды алдын ала 20 минуттай қыздырып алған дұрыс. Неке қыздар, барлық печеньемізді кесіп алғаннан кейін осылай формаға салып, қызып тұрған газымызға 180 градусқа 40 минутта піседі, газге жібереміз. Неке қыздар, менің печеньелерім пісіп уже шықты, 40 минутта пісті. Енді әр газ әртүрлі, өздеріңіздің газдеріңізге қарайсыздар. Өте дәмді әрі тез дайын болатын печенье жасап көріңіздер.